Сәлем достар, біз бүгін өте оңай әрі дәмді 5 минутта жасалатын салатты жасайтын боламыз. Ол үшін бізге мен мына капустаны турап дайындап қойдым. Крабовые палочкиді де дәл осылай турап шығамыз. Содан кейін мен 2 жұмыртқа алдым, оны да осылайша палочкалап турап шығамыз. Сәндеу үшін укропты да қосамыз. Дәміне қарай бұрышты саламыз. Тұз да салатын боламыз. Содан кейін майонез бен барлығын осыны араластырып аламыз. Ал біздің 5 минуттық салатымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға подписаться етіп, лайк басыңыз.